Сәлем достар, бұл видеода ерекше жұмбақтарды күтесіз. Жұмбақтар сіздің миыңызды жұмыс етуге мәжбүр етеді. Нәтижесінде миыңызды дамыта аласыз. Қанша сұраққа жауап бергеніңізді пікірге бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Номер 1 сұрақ. Жаңа жыл қарсаңында қалада үлкен тонау болды. Полиция айғақтарды ұзақ уақыт зерттеп, қылмыс жасады деп қорытындылай келе, екі адамның біреуін ұрлыққа қатысы бар деп шешті. Детектив олардың үйге келіп сауалнама алды. Бірінші күдікті оның қылмысқа қатысы жоқ екенін айтты. Өйткені ол жаңа жылға дайындалып, бүкіл уақытын отбасымен өткізді. Екінші күдікті әйелмен бірге бір айға басқа қалаға кетіп, енді ғана полиция келгенге дейін бірнеше сағат бұрын келдім деп айтты. Екі күдіктінің қайсысы ұры? Дұрыс жауабы екінші күдікті ұры. Себебі ол бір ай бойы үйде болмағанын және полиция келгенге дейін бірнеше сағат бұрын оралғанын айтты. Алайда оның бүкіл пәтері безендірілген. Ол бұны бірнеше сағатта жасай алмайтын еді. Демек ол өтірік айтады. Бұл сұрақтың басқа да жауабы бар ма? Қалай ойлайсыздар? Номер 2 сұрақ. Жаман зұлым патша жас қаншайымды ұрлады және оған үйленем деп шешті. Алайда қаншайым оған үйленуден бас тартты. Содан кейін сиқыршы келіп ұсыныс білдірді. Ұсыныстың шарты бойынша ол 3 тордың біреуін таңдап, соның ішінде бір күн болуы қажет. Егер ол тірі қалса, қаншайымды босатады. Себебі бірінші торда аш тамақ жемеген арыстан, екінші торда улы жыландар, үшінші торда күні бойы су толып тұратын болады. Қаншайымға тірі қалып бостандыққа шығу үшін қай торды таңдау қажет? Дұрыс жауабы әрине үшінші тордағы таңдау қажет. Себебі тордың темірлері бөлініп тұрғанын байқауымызға болады. Егер дұрыс тапсаңыз, лайк басып кетіңіздер. Номер 3 сұрақ. Белгілі археолог жоғалған қазынаны табу үшін Оңтүстік Америкаға экспедицияға аттанды. Ол джунгли арқылы өтіп бара жатқанда жабайы тайпаның тұтқынынан түсті. Дегенмен ол ойын ойнау арқылы жеңіске жетсе қазынаны ала алады. Егер ұтылса, оны отқа түсіреді. Жоспар шынымен қауіпті болғанына қарамастан, археолог келісімге келді. Көсем өзінің алдауымен танымал болды, және оны ешкім ойында жеңіп көрмеген еді. Ойынның шартына келсек, археологтың алдына қазандық қойылды. Көшбасшы қазандықтың түбінде 6 қара бір ақ бұрыш дәні бар екенін айтты. Қазандықтан ақ бұрышты алсаң ұтасың, бірақ та қазандықта бірдей қара бұрыш қана бар еді. Археолог ақ бұрыштың жоқтығына қарамастан көсемді жеңе алды. Ол мұны қалай жасады? Дұрыс жауабы. Археолог тайпа көсемнен гөрі айлагер болып шықты. Ол бір дәнді жұдырық қалып, оны ешкімге көрсетпей тез жеп қоя салды. Археолог қандай түсті анықтау үшін қазандықта барлық дәнді көрді. Сол кезде тайпаның барлық мүшелері қазандықта тек 6 қара дән қалғанын көрді. Осылайша археолог тірі қалып еліне қазынамен қайтты. Номер 4 сұрақ. Біз сізге бір суретті көрсететін боламыз. Сіздің міндетіңіз осы суреттегі заттарды есіңізде сақтап қалуыңыз қажет. Осы суретті екінші рет көрсеткенімізде бір зат жоқ екенін анықтап табуыңыз керек.
Видеоның соңына да келіп қалдық. Видеосы лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Сіздермен бірге біз бәрі барынасы. 2021-ге дейін 100 000 жазылушыға бірге жетейік.